كانت المرأة لا تحيض من الصغر أو كبر فأراد أن يطلقها لسنة طلقها واحدة فإذا مضى شهر وطلقها أخرى فإذا مضى شهر آخر طلقها أخرى. Егер де талақ беретін әйелі хайыз көрмейтін жасы кішкентай болса да, әлі хайыз көру жасына келмеген болса да, хайыз көрмейтін жасы кішкентай болса да, әлі хайыз көру жасына келмеген болса да, немесе хайыз көрмейтіндей үлкен жаста, яғни хайыз көру мерзімі аяқталған әйел болса, сүннет бойынша талақ беруді қалайтын болса, оған бір талақ береді. Яғни ода хайыз келмегеннен кейін қалай анықтайды, таза күндерін. Сол үшін талақ береді, одан кейін бір ай күтеді. Бір айдан кейін екінші талағын береді, тағы бір айдан кейін үшінші талағын береді. ويجوز أن يطلقها ولا يفصل بين وطئها وطلاقها. Бұндай әйелдерде қосылу мен талағының арасын бөлмесе де болады. Мысалы, қосылып, содан кейін талақ берсе де болады. Яғни арасын وطئها وطلاقها بزمان, яғни заманмен бөлуі шарт емес. Себебі не үшін? Бәрібір бұл әйелдер хайыз көрмейді, хайыз көрмегеннен кейін жүкті болып қалу деген күмән болмайды. Сол үшін қосылып болғаннан кейін талақ беруге жарайды.